Соңғы кезде Гонконг тұмауы өте көп таралуда. Дене қызуы ерекше жоғарылап, адам әлсіреп төсек тартып жатып қалады. Алғашқы 48 сағат ішінде ацетамивир препараттарын, яғни флувир, флукап, тамифлю препараттарын қолданған абзал. Және иммунитетті нығайтатын А, С, Д дәрумендерін қолданыңыз. Егер дене қызуы 38 градустан жоғарылайтын болса, онда ибуфен немесе парацетамол қолданыңыз. Эфир майларында ұмытпаңыз. Эвкалипт, бриз, онгард сияқты доTERRA эфир майларын қолданған жақсы көмектеседі. Және де Қытай медицинасы бойынша нүктелі массаж жасап отырсаңыз болады. Егер мұрныңыз бітіп, демала алмайтын болсаңыз, мұрын қасында орналасқан сыбай, энсянь, халяу атты нүктелерге 2-3 минуттан массаж жасаңыз. Егер видео пайдалы болса, достарыңызға таратыңыз және аккаунтқа тіркеліп өтіңіз.